Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес Жетісай ауданының әкімі Серік Үсенұлы 2024 жыл мен 2025 жылдың алғашқы 3 айында атқарылған жұмыстар жайында есеп беру жиынының нүктесін Жетісай қаласында қойды. Есепті кездесуге қала тұрғындары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Аудан әкімі жоспар бойынша халық алдында есеп беру жиынының қорытындысын аудан орталығы Жетісай қаласында өткізді. Аталмыш жиында аудан басшысы өткен жылы атқарылған жұмыстар нәтижесін қала жұртшылығына баяндады. Өткен 2024 жылы аудан әкімі 2 рет есеп беру жиынын өткізіп, тұрғындар тарапынан 15 мәселе қаралған болатын. Бүгінде сол мәселелердің 7-і толық шешімін тапса, қалған 8-і орындалу барысында деген аудан басшысы аталған мәселелер бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде деп мәлімдеме жасады. Өткен жылы өздеріңізбен 2 рет кездесіп, бұл жерде сіздердің тараптарыңыздан 15 мәселе көтерілген болады. Аталған мәселені шешу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілді. Көтерілген 15 мәселенің бүгінгі таңда 7-і шешімін тапты. 8 орындалу үстінде. Атап айтқанда Байтұрсынов көшесі 5А көп пәтерлі тұрғын үйді кондоминиум нысаны ретінде тіркеу мәселесі айтылған болады. Кондоминиум нысаны ретінде тіркелді, алайда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тұрғындар тарапынан келісім хаттамасы жасақталуда. Байтұрсынов көшесі 5А көп пәтерлі тұрғын үйдің ауласын балалар ойын алаңшасын салуды сұраған болатсы. Бүгінгі таңда аталған көп пәтерлі тұрғын үйдің ауласына балалар ойын алаңшасы салынуда. Нысанды үстіміздегі жылдың мамыр айында аяқтау жоспарланған. Аудан әкімнен кейін қала әкімі Нұрлыбек Бақтияров та баяндама жасап, атқарылған жұмыстар нәтижелерін ел назарына ұсынды. 3 жыл көлемінде ауыз су құрылысы жүргізілуіне байланысты қала көшелерін жөндеу жұмыстары кейінге шегерілген болатын. Ал қазіргі уақытта басты назарда қала аумағындағы көшелерді жөндеу жұмыстарына аудардық деген шаһар басшысы, жақсы және қанағаттанарлық көшелердің жағдайы 77,9%-ға көтерілгенін баяндады. Өздеріңізге белгілі, Жетісай қаласында ауыз судың құрылысы жүргізілді. 3 жыл қатарынан. Міне содан кейін басты назарды жол жөндеуге қойған болатынбыз. 2023-те 34 көше жөнделген болатын болса, былтыр 31 көше жөндеуден өтті. Жалпы 13 километр. Қазіргі бізде қаладағы жақсы және қанағаттанарлық жағдайы 77,9%-ға көтерілді. Жиын барысында аудан басшысы қала әкіміне толассыз жауған нөсер жауынның салдарынан қала аумағындағы бірнеше көшелер көлшікке айналып, тұрғындар мен көлік қозғалысына кедергі тудыратынын айтып, осы мәселенің жай-жапсарын сұрады. Толассыз енді жауған жаңбырдың салдарынан жинақталған сулар көлік қозғалысы мен жаяу жүргіншілер үшін қиындықтар туындатады. Енді кемшіліктерді көрдіңіздер. Мәселе шешу бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Бұл мәселеге қала басшысының жауабы қандай болмақ? Жауын-шашын барысында қандай іс-әрекеттер жасалды? Қала әкімінің жауабын тыңдасақ. Баршамызға белгілі, қаламызда көшелерімізде қашыртқы, яғни лотоктарымыз жоқ. Міне осы мақсатта біз 2023-тен бастап қалаға 63 көшеге лоток жүргізу бойынша қазір ЖКХ мекемесінде госак шығып жатыр. Госак шығып бұл кісілер проект жасағаннан кейін 63 көшеміз орталық қашыртқыға барып құятын лотоктармен жабдықталатын болады. Енді соған қарамай біз ойылып кеткен жерлерге арнайы 5 смета жасаттық. Сонымен қатар бізде Жетісай тазалық мекемесінде 2 су сорғыш мотопомпамыз бар. Сол мотопомпаның көмегімен кешегі жауында қолдан келгенше су тартылды. Бұл жердегі тағы бір мәселе, ол мотопомпалар енді жолдың суын тартып, сонымен қатар тасынды тартып алады, ішіндегі клетчаткалар сынып кетіп, сондай жағдайлар болып жатыр. Жетісай қызмет мекемесіне көмек келді, сонымен қатар ауыз су мекемесінің бізде су тартып қашыратын жеріміз жоқ жерлерге ассенизатормен жәрдем берді. Ауыз су мекемесінің басшысына алғыс айтамыз. Солай жабылып жұмыс жүргіздік. Жалпы қалада 29 жерде осылай көлшік болатын жерді анықтағанбыз. Жиын соңында аудан әкіміне қала тұрғындары өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Мадина Нұрланқызы, Ғани Бекбаев, ақпарат, Жетісай ауданынан.